Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Так, кезекті тест разборымызды бастаймыз. Біздегі бүгінгі жұмыс істейтін текстіміз осы бірінші. The floating markets of Bangkok, я? Float деген не? Жалпы қалғу, я? Яғни судың бетінде қалғу, float. Яғни қалғушы базар, я? Бангкоктың қалғушы базары. Жақсы. Бірінші сұрақ мынандай. Bangkok is a city of contrasts because Bangkok контрасттар қаласы себебі деген тұр, иә? Жақсы. Жалпы контраст деген сөзді қалай түсінеміз? Бізге маңызды нәрсе, осыны білу керек, иә? Контраст деген дәл осылай аударылады, оның бір қазақша баламасы жоқ. Ал контраст деген не? Контраст ол қарама-қайшылықтар, иә? Яғни Бангкок қарама-қарсылықтар қаласы. Неге? Біз осыған не іздейміз? Подходящий варианттар. Негізі былай вариантты қарасақ та шығу керек негізі. Себебі қарама-қарсы вариантта болса, сол дұрыс жауап деген сөз. A. It has new buildings and old markets. Ол жерде жаңа зданиялар және де ескі нелер бар дейді. Markets деген базарлар бар дейді. Қарама-қайшылық па? Я, қарама-қайшылық, я. Бұл болуы мүмкін. Пока алып қояйық. Келесі бұны қарайық. It has wooden houses and orchards. Ол жерде ағаштан үйлер және де бақшалар бар дейді. Бұл қарама-қайшылыққа жата ма? Жоқ, мен жатпайды деп ойлаймын. Ол вариантты біз не істейміз? Сызып тастасақ болады. Отпадает. Келесі. It has old ladies who wear huge hats. То есть оларда, ол жерде old ladies деген кәрі үлкен әйелдер бар дейді, который wear дегене киетін, huge деген үлкен, hats шляпа, яғни үлкен шляпа киетін әйел адамдар бар дейді. Бұл бізде контраст болуға негіз ба? Жоқ, бұл жерде қарама-қайшылық көріп тұрған жоқпыз, сонда отпадает. The boats don't just sell food. Яғни boats дегене нелер, я? Қайықтар. Don't just, яғни just деген жай ғана. Sell деген сату, яғни жай ғана сатпайды, не? Food, тамақта ғана сатпайды дейді. Бұл контраст болуға негіз ба? Өкінішке орай бізде бұлды да вариантыда кешіңіздер отпадает қылып тастаймыз. Сол кезде бізде бір ғана вариантымыз қалды. Сонда дұрыс жауап бізде не болды? Вариант болды. Жауап дұрыс жауап болды. Келесі екінші сұрақ. Екінші сұрақта бізде The canals were built by, яғни каналдар built деген не? Құрылды. Were деген жаңағы бізде болды, я? Бірақ та біз жерде were built деген passive voice-ға келіп тұр. Бұл жақында біз passive voice-ті өтетін боламыз. Сол кезде түсініп аласыздар. Жалпы каналдар құрылды. By деген арқылы. Кім арқылы? Яғни мына адамдардың қайсысы арқылы құрылды. Енді бізде кілт сөз қайсы? Canals, я? Canals built деген сөздерді іздейміз. Текстан. Так, көз жүгіртеміз. Барлығын оқып отырмаймыз. Сканер. Міне, канал деген сөз мына жерде ең соңғы түрек, не? Сөйлемнің басын табамыз. Мына жерден болса, сөйлем басы мына жақта. Soon you will see the wooden houses, orchards and floating flowers of the canal village. It's a lovely, peaceful way to finish your trip. Бірақ бұл жерде каналды кім арқылы құрылғандығы туралы что-то информация көрген жоқпын. Біз бір нәрсені пропускать етіп алдық па дейі. Басынан қайтадан қарап шығайық. Так.
міне мына жерде бар екен, кешіріңіздер, пропуска етіп алыппыз. Міне мына жерде сөйлем канал деген сөз мына жерде тұр, сөйлемнің басына жақта. Міне built in 1866 by the king of Thailand, these canals are home to many Thai people. Яғни 1866 жылы құрылған бұл Таиландтың королі арқылы құрылған бұл каналдар не дейді, қазір көптеген таиландтықтардың үйі дейді, үй ретінде есептелінеді дейді, who still live, то есть который все еще живут, да, там, and work there, сол жерде әлі күнге дейін тұрып жатыр және өмір сүріп жатыр. Яғни кім арқылы құрылған екен? The King of Thailand, яғни B дұрыс жауап болады бізде. Жақсы. Келесі 3. In paragraph 2, the pronoun he refers to, яғни екінші параграфтағы he деген пронаунсымыз дейді. Pronoun деген есімдік, екінші жаңағы he деген есімдік, refers деген image виду, яғни меңзейді. To, кімді меңзеп тұр he деп. Міне мына жерде өзі жирный әріппен берілген екен. Осы жалпы ол кезде кімді меңзеп тұрғанын білу үшін біз ол деп әңгіме айтылып жатыр ғой, значит кім екендігін білу үшін одан алдыңғы сөйлемді оқымаймыз, дұрыс па? Мен мысалы айтуым мүмкін, Санжар жақсы бала алды. Ол жақсы оқып жүр. Яғни ол жақсы оқып жүр деген одан кейін айттым, одан алдын кім екенін айттым, Санжар екенін. Сол сияқты одан алдыңғы сөйлемнен іздейміз. Міне одан алдыңғы сөйлем бізде then just call a seller for a bowl of hot soup, яғни сосын шақырады дейді, то есть сатушылар ыстық сорпаға шақырады дейді. He will get it from a cooker at the back of his boat. Ол оны жаңағы қайғының артында тұрған кухнядан, жаңағы газ плитадан алып келеді дейді. Получается бізде кімді айтып тұр? He деп. Ол алып келді деп кімді айтып тұр? Селлерді айтып тұр, яғни сатушыны. Міне, сонда дұрыс жауап бізде не болды? Бар ма сондай вариант? Селлер, сатушы. He деп ол селлерді айтып тұр, сатушыны. Б жауап. Жақсы, әдемі. Келесі 4. Which one of the following statement is true? Яғни which one деген қайсы бірі? Following деген келесілердің, statements жаңағы келесі нұсқалардың қайсысы? True, дұрыс. Қайсы дұрыс? The boats sell old clothes and huge hats. Қайықтар sell деген сатады, old clothes ескі киімдерді және де huge hats үлкен шляпаларды сатады дейді. Болуы мүмкін, пока біріне дей алмайсыз, сразу варианттарды бәрін қарап шығайықшы. The boats sell local food and the coconut juice. The boats sell hot soup and the glass buildings. Glass buildings? The boats sell cookers at the back of the boats. Бұл жерде мына вариантымен сызып тастайтын. Неге десеңіздер, аударып қараңыздар. The boats, яғни қайықтар, sell продает, сатады, cookers деген не? Газ плиталарды сатады. Не дейді? At the back of the boats, қайықтардың артында дейді. Қайықтардың артында нелер сатады дейді. Ол керек жоқ бізге, себебі қайықтың артынан жаңағы кукер деген сөз бар, газ плитадан сорпа алып келеді деген нәрсе бар. Оны шатастыру үшін берген сіздерге. Оны сызып тастаңыздар, керек жоқ. Келесі әрі қарай. Сонда бізде 3 вариант қалды. Әр вариантты біз тексттен іздейміз. Біріншісі адам бастап көрейік. Жаңағы қайықтар сатады ескі киімдерді және үлкен шляпаларды дейді ма? Жақсы. Кілт сөз бұл жердегі clothes, яғни old clothes және huge hats дегенді іздейміз. Huge hats деген бар, old woman деген бар, small boats. Бұл жерде не туралы айтылып жатыр? Жалпы бір сөйлем артқа қарай жылжып көрейік. It's a colorful, noisy, fascinating place, нені айтып жатыр? Яғни базарда айтып жатыр, 6 мен 9 аралығында жұмыс жасайды. Яғни 9-дан кейін туристер автобустарға оралады және and it's much too busy. Ол жер слишком жаңағы не етеді, busy, занятой, қарбалас ол жерде, яғни жаңағы нелер келген кезде турист
то есть туристтар автобустармен келген кезде ол жер слишком бизи болды, иә. Бұл жерде түрлі түсті не дейді, noisy, шумный орын дейді, бір күшті орын, жақсы. Old women with huge hats, яғни үлкен шляпасы бар кәрі әйелдер, жаңағы кішкентай нелерде, қайықтарда, filled with tropical fruit, яғни қайықтар неге толтырған дейді, тропический фруктыларға толтырып, және vegetables, яғни көкөністерге толтырып, және де кокосовый соктар, және месілік тамақтарды, яғни сол жерде сатады, скорее всего. Did you miss your breakfast then? Егер сен таңғы ішпеген болсаң, ол жерде сені сорпаға шақырады и так далее. Там дальше әрі қарай көрейік. Бұл жерде А вариантымыз. Жоқ, А вариант бұл жерде жоқ, бұл жерде А вариант бізді шатастыру үшін берген тоже. Значит, бұл біз бұл вариантта не істейміз? Алып тастаймыз. Яғни бізде бағанағы Д вариант кеткен еді. А вариантта кетті. Сонда бізде Б мен С қалды. The boats sell local food and coconut juice. Осы дұрыс емес пе? Жаңа қарамыз жерде оқыдық, иә? Яғни қайықтарда кокосовый сок пен месілік тамақтар сатылады. Яғни сөз local food and coconut juice мені мына жерде тұр. Сөйлемнің басын қараймыз. Мені old women with, бағана оқыған жеріміз, әйелдер жаңағы өздерінің қайықтарын тропический жемістермен, көкөністермен, және де соктар, жаңағы кокосовый сок және месіне тамақтарға толтырып, сол жерде сатады деген мағынада. Ал енді бізде, яғни осы дұрыс жауап болуы мүмкін, 90% мен сенімдімін. Бірақ сонда да С вариантқа қарап шығайық. The boats sell hot soup and the glass buildings. Яғни бұл жерде здания, то есть қайықтарда ыстық сорпалар және де шыны зданиялар сатылады дейді. Енді шыны здания сатылмайтын, ол логично. Ол мына жағы екінші часті қателік болғандықтан мына сөйлем толық С вариант алып тастаймыз. Сол кезде бізде дұрыс жауап не болады? Б вариант болады. Жақсы, кеттік әрі қарай. Яғни біз бірінші текстқа байланысты 4 сұрақты да талдадық. Әрі қарай келесі текстіміз бізде текст 2. Бірінші неге көзім түсті, сөйлемге аударып алғам дұрыс, себебі алда уақытта не туралы тақырып болу жоқ, тем более алда уақытта не туралы сұрақтар болатындығын шамалы кіріспей ғой бірінші сөйлем. Бүгінгі күннің, яғни postal service дегенін, почтовый сервистары, почта қызметтері more efficient than ever, яғни более эффективный, чем бұрынға қараған кезде жақсы эффективный болды дейді. Так, келесі 5-ші сұраққа тоқталайық. This paragraph best supports the statement that бұл параграф best supports деген жаңағы ең support дегеннің өзіне support деген жаңағы поддержка, поддерживает, лучше поддерживает вариант, который бұл жалпы мына весь жаңағы параграфты поддерживать ететін вариант қайсы? Яғни осыны негізгі мағынасын ашып көрсететін вариант сұрап отыр, былайша айтқан кезде бізде. Так, біз не істейміз бірінші? Текст қысқа екен, текст оқи салайық, сосын барып варианттарға қарап жасайық. Яғни бүгінгі күні почта сервисі эффективно. Mail that once took months to move by horse and foot now moves around the country in days or hours by truck, train and plane дейді. Яғни кезінде mail дегеніміз не? Хат, хаттар, который, яғни түк деген тектің өткен шаға апарылған, яғни тасылған хаттар, манс кезінде айлап, чтобы move деген передвигать, көшіру үшін, қозғалу немесе аттармен тасыған, аттармен көшірген басқа жаққа берілген хаттарды, немесе foot дейді, пешком тасыған, немесе now moves, солай тасыған кезінде, ал қазір moves around the country, яғни мемлекет бойлап қозғалып жатыр, көшіп жатыр. In days, яғни күнде, бір күннің ішінде, мемлекеттің ішінде түкпір-түкпіріне жете алады, немесе hours деген сағаттарда жету мүмкін. Не арқылы? By деген арқылы, truck деген фуралар, грузовиктер арқылы, train, пойыздар арқылы, немесе самолеттар арқылы жеткізіледі. Келесі, if your letter or package is urgent, егер сенің letter деген хатың, немесе package деген жаңағы посылкаң, urgent деген срочно, яғни
өте бір маңызды срочный болатын болса, ол кезде США пошта сервисі сізге ұсынады, offers деген ұсынады, иә. Priority mail, яғни priority mailді ұсынады, and express mail service, және express mail сервистарын ұсынады. Әрі қарай кеттік бізде. Яғни priority mails is guaranteed to anywhere in the United States in 2 days or less. Яғни жаңағы мына поштаның түрі бұл бізде США-ның ішінде 2 күнде жеткізіп беру, немесе одан да аз жеткізіп бере алады, соған гарантия береді. Келесі экспресс mail болса, ол не істейді? Will get your package there overnight, яғни сенің посылкаңды за ночь жеткізіп бере алады дейді. Сонда бізде бұл вариант қайсысы жалпы мағынасын ашып тұр? A вариант: more people use the post office for urgent deliveries than any other delivery service. Яғни көптеген адамдар почта жеткізу, поштаны, яғни шол жеткізулерге поштаны көбірек қолданады, чем басқа доставкаларға қарағанда дейді. Жеткізу қызметіне қарағанда дейді. А вариант. Осы нәрсені айтып отыр ма? Немесе Б вариант: mail service today is more effective and dependable. Яғни mail сервис, яғни mail сервис бүгінде более эффективный и зависимый дейма. С вариант: the express mail is a good way to send urgent mail. Express mail ол жақсы дейді, good way, жақсы жолы, to send жіберудің, жаңағы срочный хатты жіберудің жақсы жолы дейді express mail. Я, ол туралы бар, бірақтан да бізге негізгі мағынасы ол емес. Ол жерде жалпы почта сервис туралы айтылып отыр. The mail was once delivered, яғни кезінде хаттар ат арқылы немесе пешком жеткізілген дейді. Бұл негізгі, бұл вариант бар, бұл вариантта бар, бірақтан да бұлар негізін аша ала ма? Ең жақсы падеж саппорт жасайтын бұл емес қой, бұл да емес, бұл да емес. Сонда бұмен бізде А қалды. Так, Б да service today is more effective. Яғни Б келу мүмкін, яғни mail сервис, яғни бұл бүгінде более эффективный және зависимый дейді. Аны қарайық. More people use the post office is urgent. Яғни басқа доставкаларға қарағанда почта более оптимальный вариант деп отыр. Today's postal service is more efficient. Ever дейді. If your letter package. Яғни почта сервисінің мына жерде эффективностін айтып отыр. Так, қайтан көрейік. Priority mail and the express mail services. Service offer. Бұл жерде А мен Б өте жақын негізі кеп тұр. Бұл жерде көптеген адамдар почта офисін қолданады, чтобы өзінің срочный доставкаларына дейді, чем басқа нелерге қарағанда, басқа жаңағы доставщиктарға қарағанда дейді. Мысалы, бірақтан да бізде басқа доставщиктермен салыстырмағандықтан біз бұл жерде Б вариантты дұрыс деп табамыз. Б вариантта кәдіргі mail сервис туралы жазылған мына жақта. Мысалы, priority mail болса да, express mail болса да, жалпы mail сервисқа жазылып қойы. Солардың бүгінгі күнде более эффективный екендігін және адамдарға более жаңағы оптимальный вариант екендігі туралы айтылып жатыр текстта. Сол үшін де соны дұрыс деп белгілейміз. Келесі 6-шы сұрақ. This paragraph best support. Бұл жерде тоже самый. Мына параграфты более ашып беретін вариантты сұрап жатыр бізден. Бұл жерде текст қысқа екен, оқи салайық. Reality TV shows will have an adverse effect on traditional dramas and comedies. As reality TV increases in popularity, network executives will begin
canceling more traditional programs and replacing them with latest in reality TV, sorry. Так, reality TV шоулар an adverse effect on traditional dramas and comedies дейді. As relatively яғни бізде реалити шоулардың қаншалықты дамып жатқандығы туралы сөйлеп жатыр бұл жерде. Traditional dramas and comedies on реалити шоулар более эффективно, on traditional, яғни традиционный драмаларда және комедияларда дейді. Как реалити TV increase, яғни улучшается, popularity, яғни популярнилығын, танымалдылығын улучшайды етіп жатыр дейді. Және network executive will begin canceling more traditional, яғни canceling деген яғни отменить ету, will begin бастайды, отменить ете бастайды более традиционный программаларды дейді. Яғни мынау реалити TV-лардың популярный бола бастағанынан олар жаңағы традиционный ескі, яғни традиционный программаларды отменить етеді недегі жаңағы TV-дағы дейді. And replacing, яғни орнына, олардың орнына соңғы реалити TV шоулар келе бастайды дейді. Жалпы текстің мағынасын түсініңіздер деп ойлаймын. Бұл жерде реалити TV-дің традиционный программалардың орнын қалай басатындығы, яғни олар традиционныйлар орнына кезінде қалып кетіп, орнына нелер келеді дейді. Жаңағы реалити TV шоулар келеді дейді. Сол енді бұны ашып беретін вариант қайсысы? Reality TV is low quality. Reality TV-да low деген не? Төмен, quality деген жаңағы качество, төмен качество дейді. Я не согласен, то есть ол туралы текстта ол туралы жазылмаған, сондықтан да біз ол вариантты алып тастаймыз. Келесі Б вариант. Reality TV shows get the highest ratings. Reality TV-лар, шоулар үлкен жоғарғы рейтинг алып жатыр дейді. Бұл келуі мүмкін. С вариант көрейік. More and more people love to watch and participate in reality TV. Яғни реалити TV-да көптеген адамдар қатысып жатыр және оны более жақсы көріп жатыр, уақыт өте келе деп жатыр. Келесі Д вариантымыз. As reality TV gets more popular, more traditional television shows may be threatened дейді. Бізде қайсысы дұрыс жауап болуы мүмкін? Reality TV shows get on highest rating. More and more people love. Қойылыстыр қайсысы бізге дұрысырақ вариант? Так, бізде А мен Д отпадает. Жоқ, тоқтаңыз, Д-ға қарайықшы. Яғни бұл жерде Д-да реалити TV шоудың популярный бола бастағаннан традиционный телешоулар угрозаға ұшырауы мүмкін дейді. Осы Д келіп тұр, ең келіп тұрған вариант. Бізде яғни айтып жатқан барлық нәрсе реалити TV шоудың популярнылығы артуы бойынша нелер қалып кетеді дейді, традиционный программалар дейді. Сондықтан да бізде дұрыс более ашып тұр. Келесі 7. 7 дәл сол сұрақ, яғни 7-де де біз текст, жалпы более тексті более поддержать ететін, тексті более ашып беретін вариантты табуымыз керек.
ал кеттік, бастаймыз. Human technology developed from the first stone tools about 2.5 million years ago. Адамдардың технологиясы жаңағы каменный вектан бастап, жаңағы адамдар енді пайда болғаннан бастап, яғни каменный tools деген жаңағы инструменттарды қолдана бастағаннан бастап техника технология дамып жатыр дейді. Яғни 2,5 миллион жылдан бері дамып келе жатыр. In the beginning, the rate of development was slow. Басында жаңағы қарқыны баяу болды, дамудың. Hundreds of thousands of years, яғни жүздеген мыңдаған жылдар passed, яғни өткеннен кейін, without much change, көп небольшой өзгеріс өткеннен кейін, яғни көп өзгеріс болмады. Today, new technologies are reported daily on television and in newspapers. Бүгінде жаңа технологиялар жаңағы таныстырылып жатыр телевизорларда, күн сайын телевизорларда және де газеталарда дейді. Да, бізде бұл вариантты ашып беретін вариант қайсысы? То есть текст ашып беретін вариант. Stone tools were not really technology. Тас құралдар ол реаль технология болмады дейді. Жоқ, бұл ашпайды. Мүлде дұрыс утвержденияда емес, себебі ол жерде жазылған, наоборот, сол ордан бастап ол технологияның дамуы солардан басталды дейді. Жаңағы тастан жасалған нелерден, инструменттардан. Сондықтан да дұрыс жауап емес. B. Stone tools were in use for 2.5 million years. Яғни тас құралдар 2,5 миллион жыл бойы, жыл бойы қолданыста болды дейді. Солай ма? Біз әлі күнге дейін тас құралды қолданып келе жатырмыз ба? Жоқ, ол өзінің бір периодта каменный векта ғана қолданылды. Әрі қарай адамдар темірден, жалпы бронзадан, әртүрлі басқа металдардан не істеді, қолдана бастады. Сондықтан да ол 2,5 миллион жыл емес, бұл вообще тура келмейді. C. In today's world, new technology are constantly being developed. Яғни бүгінгі әлемде жаңа технология өте кескін дамып жатыр дейді. Осы болуы әбден мүмкін, бұны көрейік. There is no way to know when stone tools first came into use. Біз ешқандай біле алмаймыз жаңағы тас құралдар қашаннан бастап қолданылғандығын дейді. Жоқ, бұл мүлде келмес, дұрыс жауап бізде С болады. Әрі қарай. Жеті. Осы 8-ді қараймыз. 8-ді. As used in paragraph 1, we can understand that something special is not. То есть, бірінші параграфта қолданылғанға қарап, біз түсіне аламыз, то, что что-то special, особое, асынсыз болған, особое нәрсе ол емес, қандай емес? Нормальный емес, қымбат емес, идеальный емес, шаршаңқы емес. Қалай ойлайсыздар? Special, особый, яғни арнайы деген нәрсе қандай емес, яғни қайсына антоним былайша айтқан кезде. Особый деген нәрсе нормальный емес болуы мүмкін, яғни нормал деген нәрсе ол әдет деген нәрсе. Особый деген әдеттегі емес. Значит, осы болуы мүмкін. Қымбат мүлде бұған антоним боламайды, отпадайды. Perfect, идеальный деген бізде бұған special дегенге боламайды. Тоже отпадайды. Әрі қарай tired мүлде келмейді. Сонда дұрыс жауап бізде A. Бұл жерден тексті оқымайық, істесек болады. Бірақ енді сонда текстқа бір қарап қойық, на всяк. Тексті special деген бірінші параграфта бар деп отырады. Міне, special. It's a special kind of machine, yeah? Нені айтып отыр? A robot is a machine, but is not just any machine. It's a special kind of machine. Яғни робот ол бір машина дейді. Бірақ бұл жай ғана машина емес. Бұл особый, ерекше бір машина дейді. Әрі қарай. It's a machine that can move. Бұл қозғала алатын машина. Жақсы, жалпы special деген нормальный емес жалпы. Келесі, 9. According to the author,
robots may be used to автордың пікіріне сәйкесінше роботтар мүмкін use қолданылуы мүмкін. Бір, make cars машина жасауда қолданылуы мүмкін. Explore volcanoes, explore деген зерттеу, вулкандарды зерттеуде қолданылуы мүмкін. Answer telephone calls, телефонный звоноктарға жауап беруде қолданылуы мүмкін. Енді лично менің пікірім бәрінде қолданылуы мүмкін роботтар. Бірақ енді сонда да іздеп көреміз. Нелерде нәрседе қолданылады. Енді бізде кілт сөз бізде кілт сөз бізде robots may be used, яғни қолданылу, used деген сияқты сөздерді іздейміз. Бізде жағы таныс, бізге ары қарай кеттік. Роботтар неде қолданылады, соны табамыз. Міне, robots are all around us. Роботтар біздің айналамызда барлық жерде. Some robots are used to make things. Кейбір роботтар бір нәрселер істеуді қолданылады. For example, мысалы роботтар машина құрай алуы, құрауды көмектеседі. Значит, бізде біріншіге плюс қойып қойсаңыздар болады. Келесі, some robots are used to explore dangerous places. Кейбір роботтар опасный жерлерді зерттеуді көмектеседі дейді. Ал енді вулкан опасный жерлерді зерттеу дегенге вулкан зерттеу деген жата ма? Я жатады. Неге? Себебі вулкан да опасный, я. Так что бұл вариантымызға плюс қойсақ болады. Келесі, қай жердік біз? Жаңа оқатын жеріміз қай жердік? Келесі, for example, міне вулкандарды зерттеу мүмкін дейді. Vacuum robots that can help vacuum your house. Some robots can even recognize word. Кейбір роботтар сенің сөзіңді түсіну мүмкін дейді. They can be used to help answer telephone calls. Олар телефонның звоноктарға жауап беруде көмектеседі дейді. Яғни сізге мысалы бізде сондарға тағы бір жерге звондасақ, автоответчик бізде, то есть көмектеседі, то есть біз сонымен сөйлесуіміз мүмкін, сондықтан телефонға жауап береді деуге болады. Сонда дұрыс жауап бізде барлығы болды. Яғни 1, 2, 3 ол қай варианты бар? Бізде 1, 2, 3 варианты дұрыс деп белгілейміз. Ал енді 10-шы сұрақты, соңғы сұрақты оқиық. Бізде знак екен. Ол знақты оқып бізден аны табуымыз керекпіз. What's the purpose of this message? Мына сообщениенің мақсаты қандай дейді. Кеттік оқиық. Bring your family to our open day. Өзінің отбасыңды біздің ашық күнге алып кел дейді. Ашық есік күні болды мектепте, сондай жерлерде, соны айтып отыр. Tuesday, яғни вторник күні 26 июнь таңғы сағат 10 мен 3 аралығы, түскі 3 аралығында екен. Wide range of extracurricular activities. Яғни большой ассортимент дейміз, үлкен топтамасы ненің, яғни сабақтан тыс активитилардың үлкен топтамасы, және де таланттар шоуы, буксел кітап продажасы болды екен ол жерде, ашық есік күнінде. Енді бізде мақсаты не, соны білеміз. To inform students they won't have lessons on Tuesday morning. Студенттерге оларға вторник күні азанда сабақ болмайтындығын ескерту үшін жазылған таблица ма? Или Б, яғни ата-аналарды және де опекун, яғни қарамағындағы қамқоршы адамдарын мектепке 26 июнда мектепті посещать етуге шақыру ма? Осы более подходящий вариант, плюс қойып кетсек болады. С. To tell students lessons start on 26th of June. Студенттерге 26 июнда сабақ басталатындығын ескерту ма? Жоқ, бұл емес. D. To sell books at school. Мектепте кітап сату үшін ба? Жоқ, бұл да емес. Сонда дұрыс жауап бізде B болады. Жақсы, ары қарай келесі сабақта біз жалғастырамыз. Сау болыңыздар.